Сәлеметсіздер ма, құрметті супер көрермендер. Қазір сіздермен жаңа жылдық дастарханның сәнін келтіретін керемет осындай шырша салатын дайындаймыз. Қажетті заттармен таныстырып өтейін. Ең алдымен бізге 200 грамм тауық еті, сыр қажет, сосын 2 алма, жасыл алма, 2 жұмыртқа, 1 сәбіз, укроп. Мына жерде кукуруз, анар, 3 киви, бетін сәндеу үшін қажет, сосын қажетінше тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, майонез. Бұл салатты біз сразу дастарханға қоятын ыдысқа дайындаймыз. Мінекей осындай кеңдеу, кез келген салат салатын ыдыстарымызды дайындап аламыз. Енді піскен тауық етімізді майдалап тураймыз. Мінекей тауық еті дайын, осыған кішкене тұз себеміз. Үстінен қара бұрыш, сосын қызыл бұрыш кішкене сеуіп, жақсылап араластырып, осыны ыдысымызға шырша формасында салып шығамыз. Барлық жерін бірдей етіп тегістеп салыңыздар, бір жері биік, бір жері төмен болып қалмасын. Енді осының үстінен майонез себіп шығамыз. Келесі бізде сәбізімізді үкіштен өткіземіз. Мінекей сәбізімізді үстіне салып шығамыз. Үстіне салған соң тұз кішкене сеу жеріңіздер. Сосын мінекей майонезімізді, енді укропты осылай шыршаның жапырақтары етіп әдемілеп сәндеп шығамыз. Укроптың өзінің бас жағын алсаңыздар, осылай әдемі болып шығады. Келесі кезек алмада. Алманы осындай үкіштің кішкентай жағымен өткізсеңіздер, алмамыздың суы шығып, салатымыз сочный болып, әдемі болып шығады. Алмамызды осының үстінен тағы да салып шығамыз. Енді майонез жағамыз. Майонезді байқасаңыздар, мен көп қолданып атқан жоқпын. Өздеріңіз қалауларыңызша. Ендігі жұмыртқа. Жұмыртқаны да осындай үкіштен өткізіп, бетіне салып шығамыз. Жұмыртқаның үстінен кішкене ғана тұз себіңіздер. Осының үстінен енді майонез жағып шығамыз. Ендігі кезек сыр. Сырды осылай үкіштен өткізіп алып, оны да үстінен бір тегіс етіп қойып шығамыз. Міне, тағы да майонез. Енді кивилерімізді осылай дөңгелек етіп турап алып, ортасынан бір-бір бөліп шығамыз. Осы кивилерімізді салатымыздың үстіне дәл осылай етіп жайғастырып шығамыз. Егер арасында кішкене ашық жерлер қалса, артылып қалған кивені майдалап турап қойып жіберсеңіздер болады. Бетін қалай әсемдеу, сәндеу, ол өздеріңіздің қалауларыңызша. Кивini осылай жайғастырып шыққан соң, егер арасында ашылып қалған орындар болса, майдалап турап, арасына қойып жіберсеңіздер болады. Қараңыздар, мен бір анар, бір кукуруз қойып шықтым. Кукуруз бен анар сырғып түсіп кетпеу үшін осылай майонез жағып шықтым. Майонезға жабысып тұратын болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болып қалды. Шыршамыздың жапырақтарына мен майонез қойып шықтым, қар секілді әдем болып тұрсын деп. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.